Бүгін 28 қыркүйек 2025 жыл Қаратерең арқылы Көкарал бөгетіне бет алдым. 2005 жылы пайдалануға берілген Кіші-Арал су бассейнінің сыйымдылығы 27 миллиард текше метр болатын. Су деңгейі балық системасы бойынша 42 метрге есептелінген еді. Онан бері талай жағдайлар болып, Кіші-Арал суының 1/3-нен айырылып қалған еді. 2023 жылы Халықаралық аралдық құтқару қоры төрағалығы Қазақстан Республикасына өткелі біраз жұмыстар жасалып, биылғы маусым-шілде айларында су деңгейі 41,5 метрге жеткен еді. Бірақ үкіметіміз бен жауапты министрліктердің егін науқаны кезінде ақ Шардара су қоймасындағы су қорын тауысып алды. Оның себебі де жоқ емес. Ол есептен тыс, яғни ұрлыққа жолмен егілген артық егін алқабы болатын. Өздеріңіз көріп отырғандай, дәл қазір судың деңгейі түсіп кеткен. Шамамен 41,5-41,7 шамасында сияқты. Бұл енді дәл қазір көріп отырған жерлерде сорлана бастаған. Мына тұрып өсіп тұрған өсімдіктер түйесораң. Түйесораң әдетте сорлы жерлерге өседі. Мына көріп отырған тастарыңыз 22 жылы 4,5 миллиард бөлініп бос жағалауды бекітуге бөлінген қаржыға салынған осы қоршау, яғни торлау әдісімен жасалған бөгеттің қорғаны. Бұның да кей жерлерінде тор бар, кей жерлеріне тор жетпей қалған сияқты. Сөйте тұра жауапты шенеуніктер сасқан үйрек артымен жүреді деп, осы судың жағдайын көре тұра, біле тұра, аралға қазір қауіп төніп тұрған жоқ, су тауып құямыз, толтырамыз, өйтеміз, бүйтеміз деп рапорт беріп жатыр. Ал енді мынау жағада жатқан шалаң дейміз, су астындағы балдырлар жаз айларында судың осы жерге дейін келіп қайтқандығын көрсетіп отыр. Мен осы үшін арнайы келіп теңіздің жағасынан, Көкарал жағасынан келіп осы видеоларды арнайы түсіріп отырмын. Қазіргі жағдайы осы мінекей. Дәл осы мына сіз көріп отырған видео Шардара су қоймасының қазіргі көрінісі. Өздеріңіз көріп отырғандай ешқандай да су көріп отырған жоқпыз. Бұл видеоны маған арнайы түсіріп, сол Шымкент облысының, Түркістан облысының тұрғындары жіберіп отыр. Шардарада су жоқ. Шардарада су болмаса, Аралға су қайдан келмек? Сол үшін осы видеоларды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Егер мынау Шардара, ал енді мынау Арал теңізі, Кіші-Арал теңізі. Кіші-Арал теңізінің Көкарал бөгетіндегі жағдай. Жағадан алыстап кеткенде көрініп отыр. Қазіргі күз айы келе жатыр. Қазан мен қараша айларында су түсіп үлгермесе, ар жағында мұз ұстасып қалып, келесі көктемге дейін су келуі неғайбыл жағдай. Яғни Кіші-Аралдың жағдайы әлі де мүшкіл халде қала береді деген сөз. Ал енді өздеріңіз осыған бағасын бере жатарсыздар. Сіздерге осы видеоны түсіріп көрсеткен Тұрғын-үй Арал теңізі қоғамдық бірлестігі бағасын өздеріңіз бере жатарсыздар. Мына жерде көріп отырғандарыңыз Ағылақтағы жағдай. Ағылақтағы судың шамасын өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл жерде де су жоқ есеп. Мінекей бұрын шалқып толып жататын қазіргі жағдайы мынандай.
Бұған сіздер не дейсіздер? Мынау енді Көкаралға кетіп баратқан жағы. Бұл жерде де сарқырап бұрынғыдай ағып жатқан су көріп тұрғанымыз жоқ. Назар аударғандарыңызға рахмет.